Айнаштың босанғаны туралы хабарды естіген төре амалсыз ауылға тартты. Үйге келсе Айнашпен ұлы да келгені осы екен. Енесі немересін көргелі басқаша. Құрақ ұшып, келіннің жағдайын жасап, немересін қайта-қайта қолына алып қуанып жүр. Атасы да ұрпағының жалғанғанына дән риза. Тек төре ғана көңілсіз. Тіпті ұлын қолына алып көтермеді де. Айнаш оңашада төремен ашық әңгіме қылуды ұйғарды. Төре, осы сен неге үнемі көңілсіз жүресің? Тіпті менің аяғым ауыр екеніне де, саған ұл сыйлағаныма да қуанбадың. Не мазалап жүр сені? Оқуың дұрыс па өзі? Қалаға кеткелі өзгердің ғой. Маған ашып айтсаңшы. Қиналып кеттім, мен де адаммын. Менде де жүрек бар, көңіл бар. Көңіліңнен шықпасам дей бергенде, төре аузынан сөзін жұлып алды. Иә, көңілімнен шықпайсың. Неге үйлендім өзі саған? Түсінбеймін. Қалада не бір сылқымдар, мен десе ішкен асын жерге қояды, ал менің отырысым мынау, студент кезімде әке атанып. Жетер енді, мен ит емеспін, мойныма шылбыр салатын, немесе аяғыма тұсау салатын мал емеспін. Өз өмірім, қалай сүрсем де өзім білем. Төре, үндеме, тағы жағыңды ашсаң, мен бұл үйден мүлде кетемін, бірақ ажырасамын сенімен, деп есікті тарс еткізіп шығып кетті. Көзінен ыстық жас саулаған Айнаштың екі құлағы дыңылдап, бітеліп, ештеме естімей қалды. Желкесі тартып, басы айналып бара жатқан есінде. Көзін ашса, бас жағында енесі мен көрші үйдің кемпірі отыр екен. Ол кісі емші еді. Айнаш тұрайын десе, бас айналып тұра алмады. Баласын іздеп еді, оң жағында пысылдап ұйықтап жатыр. Не болғанын ақырындап есіне түсірді. Денесі шымырлап, төренің айтқан сөздері өңменнен өтіп барады. Мұның оянғанын көрген енесі жанына жетіп келді. Саған не болды, Айнаш? Бөлмеңнен жақсылықтың жылаған дауысы шыққан соң кіріп едім, құлап жатыр екенсің. Түн қараңғысы болған соң көрші апаны шақырдым. Жақсы боп қалдың ба? Төре қайда, апа? Білмедім, үйге келмеді әлі. Айнаш енесіне болған жағдайды айтып берді. Тәйтәрі, ажырасқан нес? Ол не көкіп жүр? Оттамасын. Үйге келсін, сазайын береді әкесі. Айнаш енесінің мына сөзінен кейін біраз есін жинап, өз-өзіне келді. Бірақ төре сол кеткеннен хабарсыз екі жеті келмеді. Әкесі мен шешесі уайымдап бітті. Тек Айнаш ғана уайымдамады. Себебі ол басқаның жетегінде жүр деп ойлады. Айтқаны да айдай келді. Екі жетіден соң өзінен үлкен көрінетін бір қызды жетелеп үйге келді. Кешкі асқа отырғандары осы еді, Айнаштың көзі шарасынан шыға жаздады. Төре ертіп келген қызының аяғы ауыр екенін, үйленетінін айтып міз бақпай тұр. Әкесі атып тұрды да, жоғал менің үйімнен боқмұрын, мені басынып істеген тірлігің осы ма? Әке, жоғал. Апа, сен тыңдашы. Балам-ау, не істеп жүрсің сен? Сенің әйелің, балаң бар ғой. Мен Айнашқа үйленгеніме өкінемін, апа. Мен бақытымды енді таптым. Осы кезде ауыл шетінде кеңседе отыратын пошташы апай кіріп келді де, қалайсың ей Разия? Жұмыстан шыққан бетім осы болды. Келінің Айнаштың атына телеграмма келіпті. Беріп кетейін деп едім. Келіңіз, апа, төрлетіңіз. Үй ішінің мазасыздығын байқаған апай кеш болып кеткенін алға тартып, келген ізімен кері қайтты. Қызық, Айнашқа қандай телеграмма келуі мүмкін? Айнаш жүрексіне ашты. Жүрегі бір жамандықты сезетіндей, ашып оқи бастаған ол есеңгіреп құлап бара жатты. Енесі жүгіріп келіп, демеп үлгерді. Столға отырғызып хатты оқыды. Масқара, құда мен құдағи осында келе жатып жол апатынан қаза болыпты. Бейшаралар-ай, алғаш немерелерін де көре алмай кетті-ау, деп аузын басып отыра кетті. Айнаштың бетіне су шашып зорға оятты. Ояна сала қайта талғысып кетті. Мұның бәрін көріп тұрса да төре міз бақпады. Сүйіктісін жетелеп шығып кетті. Әкесі мен шешесі біресе келіне, біресе немерелеріне жүгіріп бәйек болып жатты. Айнаштар ата енесімен бірге қалаға жолға шықты. Ата анасының жетісіне дейін болып ауылға қайтты. Төре сол кеткеннен бой көрсетпеді. Әкесі төрені біраз іздетіп еді, қалада деген сыбыс келді. Жарайды, жүре тұрсын боқмұрын. Тиыны таусылғанда алдыма келер деді тістеніп. Айнаш ауылға келген соң не істеймін деп ойлана бастады. Күйеуінің түрі мынау, ажырасып кетейін десе енді қайда барады? Ата-анасын да соңғы сапарға шығарып салды. Енді кешке ата енесіне айтып көрмекші болды. Кешкі асты ішіп, атасы газет оқып, енесі жақсылықты көтеріп отырған. Айнаш ақырын басып келді де үстелге отырды. Ата, апа, мен сіздермен сөйлесейін деп едім. Төре келмейтін сияқты. Мен
Мен қалаға барып, әкемнің үйіне барып тұрайын деп едім. Жалғыз емеспін, жақсылық бар жанымда. Егер немерелеріңізді көріп тұрамыз десеңіздер, барып тұрасыздар. Тәйт әрі, не деп отырсың келін? Екінші мұндай әңгіме естімейтін болайын. Ешқайда бармайсың. Егер кетем десең, немеремді қалдыр да кете бер. Бірақ ата, мен қалай өмір сүремін? Төре басқаға үйленемін деді ғой. Ол боқмұрынды үйге қайтарамын. Сен уайымдама. Апа, айтыңызшы, мен қалай өмір сүремін? Төре мені жақтырмайды, жек көреді. Қызым-ау, ол әлі бала ғой. Ертең-ақ ескіреді. Әкесі оңдырмай сазайын бергенде өзіне келеді. Тек сен шыдашы аздап. Осымен әңгіме аяқталды. Ертеңіне кешке төренің басы салбырап келіп тұр. Сүйіктісі біреудің әйелі боп шығыпты. Күйеуі ажыраспаймын деп төрені ұрып соғып әйелін алып кетіпті. Түрінен түрі қалмаған төре амалсыз үйіне келді. Ешкім оны құшақ жая қарсы алмады. Тек ана байғұс іштей уайымдады. Оның аяғы ауыр емес пе еді? Енді не болады? Апа, мен оған үйлену үшін солай өтірік айтып едім. Уф, жүрегім-ай, сен не қылған бала болдың, а? Ескірмеді ғой тегі. Апа, кешірші, Айнаш қайда? Бөлмесінде. Алдымен әкеңе бар, сенімен сөйлеспекші. Әкесінен жетесіне жеткенше сөз естіген төре аяңдап бөлмесіне кірді. Айнаш баласын емізіп отыр екен. Ақырын жер төсекке жайғасты. Не айтарын білмей біраз отырды. Айнаш, кешірші мені, қателігімді мойындаймын. Мені қара басты, анау сайтан алдап арбауына түсірді. Айнаш, кешірші мені, ата-анаңның арты қайырлы болсын. Төре, артық әңгіменің керегі жоқ. Көңіл айтар болсаң, сол кезде неге кеттің? Одан да балаңның болашағы үшін ойлан да жүрісіңді қой. Әкеш, баламды бір ескейін. Айнаш жақсылықты төсекке жатқызды да үндемей шығып кетті. Төре жақсылықтың бетіне ұзақ қарап отырды. Жүрегі жібіп, маңдайынан ескеген күйі ұйықтап кетіпті. Арада біраз уақыт өтті. Төре оқуын аяқтап, елге біржола оралды. Айнаштың жүрегіндегі сызат жазылғалы қашан? Бәрі ұмыт бола бастаған. Жақсылық жүгіріп, бұлдырлап сөйлеп жүр. Үйдің қуанышына, бақытына айналған ол еркеліктің де шегіне жеткен. Атасының баласы деп ешкім оның бетіне келмейді. Осындай құтты мекенге айналған үйге жақында ғана тағы бір ұл келіп қосылды. Есімін апасы Айдар деп қойды. Тек жақсылыққа үміттенетін Айнаштың бал-бұл жанған жүзінен өмірінде енді қиыншылық көрмейтіндей көрінетін. Екі ұлына да апасы қарайтын. Өзі ауыл шетіндегі почтаның жанынан дүкен ашқан. Төре мен атасы күн ұзаққа заводта жүреді. Айнаш болса қалада көтерме бағада киім-кешек, азық-түлік алдырып дүкенге қояды. Төре Айнаштың дүкенде тұрғанын қаламай, жалға сатушы қыз жалдаған. Айнаш тек барып тексеріп тұрады. Өмірлері бір сарынды жүріп жатты. Бір күні төре заводтан ерте келді. Айнашқа, Айнаш, тездетіп кешкі асқа ет салшы қазанға. Заводқа тексеріс келе жатыр екен, қаладан 3-4 кісі. Жарайды деп күлімдеді Айнаш. Сол құрғыр тексерістен кейін өмірі тағы быт-шыты шығарынан дәл қазір бейхабар еді. Тексеріске келгендер кешке үйге қонаққа келді. Әкесі мен төре оларды құрақ ұшып күтті. Айнаш пен апасы ас үйден шыға алмады. Дастарханда құстың сүтінен өзгенің бәрі бар. Кішігірім той секілді болды. Олар тым кеш қайтты. Әкесі төрені тексерушілердің қызып қалғанын айтып, қалаға жеткізіп салуын айтты. Төре барғысы келмесе де амалсыз келісті. Барлығы көлікке жайғасқан соң ұйқыға кетті. Төре су жаңа волгасымен қалаға тартты. Қалаға таңертең бірақ жетті. Олар жеткен кезде оянды. Төре көздері қызарып, қатты шаршады. Барлығын үйді-үйіне жеткізіп салды. Соңында алдында отырған мес қарындық орта жастағы 40-та шамасындағы кісінің үйіне келді. Ол кісі төреге біраз демалып алуын айтып үйіне шақырды. Төре де қатты шаршап тұрған соң бірден келісті. Үйдің есігін сұп-сұлу келіншек ашты. Үстіне киген жібек көйлегі сусылдап, ары-бері өткен сайын көздің жауын алады. Қылымсый басып төреге қонақ бөлмеге төсек салып берді де, күйеуінің сырт киімдерін алып шығып кетті. Төре төсекке қисайған күйі ұйқыға кетті. Кешке бірақ оянды. Оянса үйде ешкім жоқ. Бас жағында бір жапырақ қағаз жатыр. Бүгінше қонағымыз болыңыз, ертең қайтарсыз. Кім жазды екен? Мес қарын ба әлде сылқым бикеш па? Ойы сан-саққа кетті. Айнаш үйлерді тазалап, кір жуып, балаларды ұйықтатып, апасының жанына келіп отырды. Апа, төре кешікті ғой, апарып тастаймын да келемін деп еді. Кім біледі, жоқ қой. Шаршап достарының үйіне демалуға қалған шығар. Мүмкін.
Осылай барлығы бөлмелеріне барып жатып қалды. Төре 2 күннен кейін ауылға оралды.